Қазақстанда тағы бір демалыс күні пайда болады. Егер де лайк басып, арнаға тіркеліп және қоңыраушаны басып қойсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді. Қазақстанда 25 қазан ресми түрде ұлттық мереке республика күні болып белгіленеді. Тиісті заң жобасын парламент мәжілісі бүгін жалпы отырыста мақұлдап, сенаттың қарауына жіберді, деп хабарлайды Стан КЗ ақпарат агенттігі. Мерекелерге қатысты түзетулер Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кинематография және мәдениет мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасында көзделген. Мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев енді қазақстандықтар 25 қазан күні демалатынын айтты. Салтанатты шаралар осы күні көбірек өтеді, ал 16 желтоқсан еске алу күніне айналады. Егер Сенат заңды қабылдап, президент қол қойса, бұл демалыс күні болады. Ол енді ұлттық мереке деген мәртебе алады ғой. Сол себепті демалыс болады. Биыл қабылдап үлгеретін шығар, деді ол. Бұнымен қоса, депутаттар 1 желтоқсан тұңғыш президент күнін мемлекеттік мерекелер қатарынан алып тастауды ұсынды. Бұл күн мемлекеттік рәміздер күні, алғыс айту күні және қоғамдық маңызды жоғары әлеуеті бар өзге де күндер секілді аталып өтеді. Сәйкесінше қазақстандықтар 1 желтоқсанда демалмайды. Мәжіліс депутаттары тиісті заң жобасын бір ауыздан мақұлдап, сенатқа жолдады.